Заманауи өнер жұлдыздары бас қосқан кеш. Алматыда ашық аспан астында ерекше музыкалық форматтағы Ою Фест фестивалі өткізілді. Биылғы ауқымды шара бас серіктес Каспий KZ компаниясының қолдауымен ұйымдастырылды. Келушілер отандық үздік орындаушылардың әндерін тыңдап, түрлі әсерге бөленді. Өткен сенбі алматылықтар үшін естен кетпестей болды. Түс ауа халық сүйікті өнер жұлдыздармен жүздесуге асықты. Әсіресе жастардың аталмыш фестивальді көптен күткен анық. Келесі алысымен интерактивті байқауларға қатысып, жүлделі болуға ұмтылып жатты. Кейін ашық аспан астындағы концерт басталды. Ою Фест деп аталатын ерекше музыкалық фестиваль Каспий KZ-тің қолдауымен өтіп жатыр. Қазақстандық үздік орындаушылардың өнерін тамашалауға 10 мыңнан аса адам келген. Алматылықтар мен қала қонақтарының қуанышында шек жоқ. Ерекше концертті суретке түсіріп, музыканың ырғағына ілескендері би билеуде. Отандық музыканы қолдаумен жастардың патриоттық сезімін арттыруға бағытталған музыкалық шара осымен 3-ші рет өтіп отыр. Ән сүйер қауым арасында еңбектеген баладан еңкейген қарияларға дейін бар. Барлығы ұйымдастырушыларға алғыстарын жаудырып, эмоциялармен бөлісті. Концерт өте күшті, организаторларға үлкен рахмет. Үлкен алғыс айтамын. Осылай күшті кеш ұйымдастырғандарыңыз үшін. 2 жыл бойы армандап келгем. Енді бірінші рет келдім. Негізінен осынай Қазақстанда осынай фестиваль өткізгенге өте қуаныштымын. Өте күшті керемет жұмыс істегені. Ою Фест музыка фестивалі елімізге танымал жас әншілердің басын біріктірді. Олардың қатарында Шиза, Айқын, Мархаба Сәби, Нұрлан мен Мұрат сынды орындаушылар мен Ирина Қайратына тобы бар. Алдыңғы жылдан жоғарғы дәрежеде өтіп жатыр деп ойлаймын. Осы концертте мен өзім Мархаба Сәби және де Бекуинді тыңдауға келдім. Өте ұнап жатыр. Барлық ұйымдастырушыларға рахмет айтамын. Каспий KZ инновациялық компаниясының қолдауымен өткен кеште өнер көрсеткен жұлдыздардың өзі ұйымдастырушыларға алғыс айтуда. Барлығы биылғы шара ерекше форматта, ұмытылмас естеліктер сыйлады дейді. Қазір жаз мезгілі келді, соның қарсаңында көптеген фесттар болып жатыр. Менің ойымша ол өте қызық және де халыққа рухани дамуға көмектеседі деп ойлаймын. Сондықтан да міндетті түрде фесттарға келіңіздер. Фестивальде қонақтар Алтыбақан, Асық сынды дәстүрлі ойындарға қатысып, түрлі жүлделерге ие болды. Алматы мен астаналық танымал мейрамханалардың даярлаған асын ішіп, естен кетпес әсер алды. Айта кетейік, айтулы шара Каспий KZ қолдау білдірген алғашқы жоба емес. Компания бұған дейін де отандық мәдениет және спортқа қатысты ауқымды жобаларға қолдау көрсетіп келеді. Ал Ою Фест енді Астана қаласында 27 шілдеде өткізілмек. Әсем Леспек, Мирлан Әзімбай, КТК, Алматы облысы.